Ақтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа сөздер өтеміз. Жаңа сөздердің тақырыбы тағам, көкшөптер, жеміс жидектер және тағамға байланысты жаңа сөздерді үйренеміз. Жалпы сөздерді қасына транскрипциясымен қосып жаздым. Міндетті түрде сөздік дәптер арнамаған болсаңыздар, міндетті түрде сөздік дәптерін арнайсыздар және 3 столбикке бөлеміз. Бірінші столбик ағылшынша, екіншісіне транскрипция, үшіншісіне аудармасын жазасыздар, қазақша, немесе орысша. Және де міндетті түрде екінші столбикқа транскрипциясын жазып, оны оқуды үйренесіздер, үйрену керек. Және мысалы мынау берілген сөз vegetables деп тұрса, оның сіздер қазақша кириллицамен оның қалай оқылатынын жазбағандарыңыз дұрыс. Өйткені сіздер ағылшыншаға көзді үйретіп, ағылшынша оқып үйренулеріңіз керек. Олай болса кеттік. Бірінші сөздер бізде vegetables, яғни көкшөптерге байланысты сөздер болады. Транскрипциясы мынау, оқылу мынау, бірге қосылып оқып, содан кейін тоқтатып қойып жазсаңыздар болады. Vegetables көкшөптер деген сөз. Carrot сәбіз, орысша морковь. Onion пияз, орысша лук. Garlic сарымсақ, орысша чеснок. Tomato қызанақ. Cabbage орамжапырақ. Pepper бұрыш. Potato картоп. Cucumber қияр. Келесі сөздер бізде тағамға байланысты сөздер. Жалпы тағам, тамақ дегенде ағылшынша food дейміз. Food тағам. Water су. Tea шай. Juice шырын. Sugar қант. Salt тұз. Yogurt йогурт. Bread нан. Milk сүт. Cheese ірімшік. Eggs жұмыртқа. Butter май. Meat ет. Cookies печенье. Chocolate шоколад. Келесі сөздер бізде жеміс жидектер болады. Жеміс жидектер дегенде ағылшынша fruits дейміз. Apple алма. Pear алмұрт. Orange апельсин. Banana банан. Lemon лимон. Pineapple ананас. Grapes жүзім. Kiwi киви. Tangerine мандарин. Melon қауын. Watermelon қарбыз. Peach шабдалы. Жазып үлгердік деген ойдамын, тоқтатып қойып жазсаңыздар болады. Біз басынан бастап тағы қайталап шығамыз. Vegetables көкшөптер. Carrot onion garlic tomato cabbage pepper potato cucumber. Екі реттен оқып шығам, сіздер де бірге қайталап шығыңыздар. Food тағам. Water tea juice sugar salt yogurt bread milk cheese eggs butter meat cookies chocolate. Келесі жеміс жидектерге қатысты сөздер бірге қайталаймыз. Fruits apple pear orange banana lemon pineapple grapes kiwi tangerine melon watermelon peach
осымен бүгінге сабақ тамам. Тағамдарға байланысты сөздіктерді жазып шықтық. Оларды жазып жаттау керек. Және де егер жазып жаттау сіздерге қиын соғып жатса, бір сөзді карточкаға арнайсыздар да, сол карточкаларды сөздердің әрқайсысын қазақшасын жазып қойып, немесе ағылшыншасын жазып, аудармасын сіз өздеріңізді диктант сияқты тексересіздер. Сол кезде сөздер тез жатталады, және жазып жаттаса, бір рет жазған 7 рет оқығанмен бірдей болады миға. Келесі сабақта кездескенше, see you soon.